Осыдан 6 жыл бұрын мен оқуыма байланысты басқа қалаға көшуіме тура келді. Содан бері үйіме барған жоқ едім. Енді міне, дағдарыстың салдарынан және өзге келеңсіз жайттерге байланысты аз ғана уақытқа туған қалама оралуыма тура келді. Үйіміз типтік үлгідегі 5 қабатты. Құрылыс жүргенге дейін бұрын батпақты жер болған. Бұл арадан ешкім ешқандай тылсым оқиғаларды байқамаған еді. 2 бөлмелі пәтерімізде де айта қаларлықтай ештеңе болған емес. Үй иесін байқағанымызбен оның зиянын көрмедік. Өзгелер сияқты күн кештік. Мәселенің мәнісі мынада. Мен қазір суретшімін. Әдетте сурет салуым түн ортасына дейін жалғасатын. Бөлмедегі айна менің жұмыс үстеліме қапталдаса қабырғада ілулі тұр. Егер басымды сол жаққа қарай бұрсам болды, өзімді тұтастай көре алатынмын. Осыдан 1 ай бұрын маған айнадан жалтылдаған жарықтар көріне бастады. Мұны көліктердің немесе көршілердің терезесінен түскен жарық деп ойлап қалғанмын. Бірақ олай болмай шықты. Жұмыс істеп отырып көз қиығымын айнадан маған қарай әдейілеп, дәлдеп бағытталған аппақ сәулелерді көрдім. Құдды біреу айнадан тұрып алып, қалта айнасымен өзіне назар аудартып, жарық түсіруге әрекет жасайтындай. Мен тіпті не болып жатқанын анықтау үшін сынақта жасап көрдім. Терезені қараңғылап жауып, компьютерден басқа барлық жарықты өшіріп тастадым. Себебі егер айнаға тура қарасаң ештеңе сезілмейді. Ал мен одан кері бұрылған кезімде жалтылдау бірден басталады. Қараңғыда ол айдан анық білінеді. Егер күрт бұрылсам, онда бәрі ғайып болып кетеді. Айнаны тазарту жоралғыларын жасағандай болдым. Бірақ 1 айдан соң бәрі қайта басталады. Тіпті не айтарымды білмеймін. Негізінде оның залалы жоқ, дыбыс та шығармайды. Тек ара-тұра жұмыстан көңіліңді аудартып жарқылдайтыны болмаса.